Қазіргі қыздар қандай қыздар жақсы көреді? Сәлем достар, бүгін мен махаббат жайлы айтатын боламын. Қазіргі қыздар қандай жігіттер жақсы көреді? Ақылды, ұзын бойлы, бай, білімді. Ал қазіргі жігіттер қандай қыздар жақсы көреді? Ақылды, пысық, сұлу, білімді. Логика бойынша дұрыс. Егер сен бойдақтардың нарығындағы талаптарға сай, сұранысқа ие болатын болсаң, сенде таңдау варианттары көп болады деген сөз. Бірақ менде бір сұрақ бар. Осы махаббат деген үйленгенге дейінгі сезім ба, жоқ әлде үйленгеннен кейінгі сезім ба? Менің 28 жылғы тәжірибемнен қыз бен жігіттің арасындағы арақатынас үш кезеңнен тұратын сияқты сезіледі. Біріншісі ұнату. Ұнату бұл өте жылдам қорытынды арқылы туындайтын сезім. Бұл кезеңде сыртқы бейне, бір көргеннен көзге түсетін ерекшеліктер әсер етеді. Ал екінші кезең ғашық болу. Бұл ғашық болу кезеңі екі түрмен жалғасады деп ойлаймын. Бірінші түрі қияли және нақты деректі. Нақты деректі түрде ғашық болу дегеніміз, сен ұнатқан адаммен кезігесің, сөйлесесің, сосын ішінде өзіңнің қорытындыңды жасайсың, сол арқылы ғашық боласың. Ал қияли түрде ғашық болу дегеніміз, ол өз-өзіңді өзің байлау. Яғни сен бір қызды көріп, ол қыздың сыртқы сұлулығы саған қатты ұнаған болса, кезіккенге дейін сен ол қызды өзіңнің ішінде ақ көңіл, нәзік үнді, ақылды, пысық, бір сөзбен айтқанда мінсіз қылып бейнелеп аласың. Шын мәнінде олай болмауы да мүмкін. Ал егер олай болмаса ше? Лапылдаған сезіммен басталып, су сепкенде сәтсіздікпен бітетін бұл сезімді ғашықтық дейді. Ал үшінші кезең сүйіспеншілік. Бұл кезеңде қыз бен жігіт бір-бірін танып, бірнеше сынақтардан бірге өткеннен кейін, алдыңғы екеуінен қарағанда әлдеқайда ұзаққа жалғасатын ол сезім. Бірақ мен білетін кітаптар, әндер, өлеңдер барлығы осы ұнату мен ғашық болу жайлы болады да, махаббат жайлы, яғни сүйіспеншілік жайлы көп айтылмайтын сияқты сезіледі. Мен бүгін сіздерге осы сүйіспеншілік жайлы жазылған әлемге танымал кітаптың бірі The Art of Loving, яғни сүю өнері деген кітап жайлы айтып беретін боламын. Бұл кітап өкінішке орай қазақ тіліне аударылмаған. Мен өзім бұл кітапты моңғолшадан қазақшаға аударып айтып жатқандықтан кейбір сөздерді теріс аударып жазсам, кешірім өтінемін. Үш кезеңді тағы рет қайталап көрейік. Ұнату, ғашық болу, сүйіспеншілік. Ал махаббат ше? Осы қазақ тілінің сөз байлығы кейбір ұғымдарды түсінуімізге кедергі келтіретіндей сезіледі. Мысалы, love деген ағылшын сөзінен loving деген белсенді етістік жасауға болады. Хайр деген моңғол сөзінен де хайырлық деген етістік жасауға болады. Ал махаббат деген сөзді қалай төпештесең де, қалай тоқпақтасаң да етістік шықпайды. Осы махаббат деген қырыс сөздің қайдан шыққанын білсең, астына жаза кет. Автордың бұл кітапта жазған ең басты ойы да осыған байланысты. Махаббат деген көктен түсетін, жолда кезетін, немесе пешенеңе жазылатын зат емес. Бұл сүю, яғни белсенді әрекет. Махаббат бұл алу, қабылдау жайлы түсінік емес, бұл беру, сыйлау жайлы ұғым. Өзінің қуанышын, өзінің ойын, өзінің уақытын, өзінің сенімін бере алған адам біреуді шын сүйіп, ішкі дүниесін жылыта алады. Жылынған жан дүниеден шыққан әсер арқылы бірге бақытты бола алады. Өзгеге өзінде бардан бере алатын адам басқадан пайда көру, алмасу, пайдалану деген жаман ойдан ада болады. Сіздің ойыңызда мен біреуге бір нәрсе іздегенім үшін ол да маған айналдырып бірдеңе жасау керек деген ой, немесе мен тырыспай-ақ қояйын, біреумен дәл осы қалпымда жақсы көру керек деген ой болса, онда сіз тағы рет ойлаңыз. Сіз махаббатқа дайынсыз ба? Біз өзіміз дұрыс адамға жолығу жайлы көп ойлаймыз. Ал сіз өзіңіз дұрыс адамсыз ба? Ал енді Эрих Фромның сүю өнері кітабының ең маңызды бөлігі. Бұл кітапта махаббаттың 4 элементі бар деген. Яғни осы 4 элементтің біреуі жоқ болса, махаббат жоқ деген сөз. Сонымен махаббаттың бірінші элементі бұл қамқорлық. Егер гүлді жақсы көретін адам гүлді суаруды ылғи да ұмытатын болса, оның гүлді жақсы көретініне сену қиын. Егер сен біреуді сүйем деп, оған қамқорлық танытуды ылғи ұмытатын болсаң, сенің де оны сүйетініңе сену қиын. Сол сияқты махаббаттың бірінші элементі үздіксіз жасалатын қамқорлық. Махаббаттың екінші элементі жауапкершілік. Жауапкершілік бұл міндет емес. Бұны алу, алмау адамның өз еркіндегі мәселе. Ананың балаға деген жауапкершілігі оның денсаулығының барлық мәселесіне қамқор болу жайлы болса, ересектер үшін ол өзінің қалауларына, талаптарына негізделеді. Мысалы, әйелі күйеуіне асын дайындауға, күйеуі әйелінің көңілінің тыныш болуына, қажет еткен дүниелерін алып беруге, өз қалауымен жауапкершілік арқалау бұл махаббаттың екінші элемент екен.
Махаббаттың үшінші элементі назар аудару. Бұл өзгені бар болмысымен қабылдау жайлы түсінік. Ол сені ұнатпайтын әнді қосса, әнді алмастыру емес, ол ән жайлы сұрау, қызықтау, оның қызығушылығына, жан дүниесіне назар аудару. Өзгеге назар аударатын адам өзінің мұқтаждықтарын толық шешкен болу керек деп ойлаймын. Ештеңеге тәуелді емес, әсіресе ішкі жан дүниесі азат адам өзге біреуге назар аудара алады. Махаббаттың төртінші элементі танып білу. Біреуге назар аудару үшін, жауапкершілік арқалау үшін, оған қамқор болу үшін оны танып білмесең болмайды. Адамды танып білу үшін көзбен көріп қорытынды жасау жеткіліксіз. Егер біреу ашуланса, өзгелер оны ашуланды деп қана қабылдауы мүмкін. Ал оны шын жақсы көретін адам ғана оның қорқып немесе қиналып тұрғанын сезе алады. Сүйе білген адам, назар аударып, қамқор бола алған адам ғана өзгенің жан дүниесін тани алады. Ештеңе білмейтін адам ештеңені жасай алмайды. Ештеңе жасай алмайтын адам ештеңені түсінбейді. Ештеңені түсінбеген адамға ештеңе қызықсыз. Түсіне алған адам ғана сүйе алады және бағалай алады. Адамда қаншалықты көп танып білетін құпия қызық көп болса, махаббаты да соншалықты ұлы болады. Менің видеоның басында айтқан бойдақтар нарығында сұранысқа ие талаптар бұл қарым-қатынастың басталуына немесе басталу барысында ғана маңызды рөл атқарады. Ал қарым-қатынас ары қарай бақытты, баянды жалғасу үшін міндетті түрде сүйіспеншілік керек. Ал сүйіспеншілік жаңағы 4 элементтен тұрады. Сондықтан таңдаған адамыңыз осы махаббаттың 4 элементін жасай ала ма, және мен өзім осы 4 элементті жасай аламын ба дегенді жақсылап ойланып көріңіз. Ал егер үйленіп қойғандар болса, осы 4-еуі түгел ме дегенді бір түгендеп қойсаңыздар болады. Назар аударғандарыңызға рахмет. Тағы да осындай қызықты кітаптар жайлы білгіңіз, тыңдағыңыз келсе, менің арнама жазылуды ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.